Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен бірге менің Қытайдан келген посылкалармен бөлісетін боламыз. Мына жерде 5 зат, мынаның ішінде 9 зат болу керек. Қазір бір-бірлеп ашатын боламын. Қыздар, видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып қоямыз. Сіздерге видеоның ортасында жақсы нәрсемен бөлісетін боламын. Бұл жолы мен көп нәрсені қызыма бердім. Қазір ашып көрейік, қандай заттар бар екенін. Мен примерно білдім бұлардың не екенін. Сіздерге жақсы локацияда болу үшін мен орынды ауыстырдым. Барлық товарларымызды бірінші шығарып алайық, потом бір-бірлеп ашып қарайтын боламыз. Примерно астына жазып отырыңыздар не заттар екенін. Осы жолы барлығын қызыма бердім. Потому что сынып келмесе екен деп. Қорқыттым, сынып келмеді. Давайте ашып көрейікші осыны бірінші. Потому что қатты сылдырлап тұрды. Қорқыттым. Пожалуйста, тексін басып бұл мен қызыма берген органайзер. Резинкаларын салады деп. Мынадай жабыстыратындары бар. Мына әдемілік шығын ғой. Іштегі жабыстырып қоюға болады. Сіздер көріп тұр ма? Мына клипсін ауыстырып. Бұны қосымша сатып. Так. Мына что-то бір несің ғой, мына жерсің ғой, не? Әл ашып көрейік. Сөйтіп тұр ғой, Мынаның качествосы ұнап тұр. Қатты. Ешер сынбай кетті, коробкаға күшті ораған екен. Күшті. Енді ашайық та. Ұқтай! Күшті. Нәрді мен қызым жастыратын аларға. Мынау значит, мынау подаркіге. Мынаны мен алғам, мынау подаркіге шығар. Точно білмеймін, сайттан қарап сіздерге айтам. Бағасында мен қазір не помню. Сіздерге сосын айтам, оның бағаларын қарап, видеоны монтаждап, сол кезде салам. Ну, кажется, мына жердікі, да? Енді бұны ашу керек. Қаттылау шығады. Қараңыздар, күшті де? Қызында резинкаларын салатын жерлер бар. Мынау кажется, астары бар. Күшет пістер жерден екен. Прям, оқайын. Ой. Мынау қызым өзі жастырсын. Бізде бұрын мынадайда тұрған. Енді менің қызымда мынадай күшті органайзер бар. Ура! Так, мына қызымның невидимкалары. Қатқан ғой жаным. Так. Мынадай резинкалары. Давайте екіншісіне салайық. Все, прощай. Күшті. Иналарды мына жерде күшті күтеп жастырамыз. В общем, маған қыздар мынау қатты ұнады. Качествосы да күшті екен. Визуально әдемі болу үшін мен видеоны тоқтатып, заттарды жинастырып алдым. Сіздерге екінші посылканы ашайық. Бұл қандай зат? Вау! Бұл менің қызыма берген кофта. Осы жолы қызыма берген. Бұл бағасын қалдырып кетем. Вау! Күшті! Мультикомплект күшті. 100 размер бердім. Мынаны тасыртып істерім. Бәрін көрсетейін. Видеода қалай, сайтта қалай тұр. Соларды да көрсетем. Күшті маған ұнады мына кофта. Әдемі, шалбармен кигенде күшті болып тұрады. Келесі қандай посылка. Көрейік. Ух
Мына не деп ойлайсыздар? Мынау AirPods бар ғой. Соның чехолы. Екен күшті, мини ішіне ғой. Мен екеуі заказ бердім. Біреу өзіме, біреу сатуға. Так, мына несі. Сөйледім. Качествосын қараңдар. Прям күшті. Но жанат деген. Қайсы қарайық. Жанбай тұр. Ойымда жанат деген неге жанбай тұр, білмеймін. Қандай қақпа бар. Давайте AirPods'ы қаптап көрейік. Короче, қыздардың AirPods'ымды таппадым, но сіздерге салып көрсететін болам. Бұның фотоаппаратына несін қалай жасайтын білмеймін. Может, мынаны алады. Аламын. Күшті. Күшті да? Мен немді таппай тұрмын, AirPods'ымды таппай тұрмын. Кейін салғанда сіздерге көрсететін боламын. Мынада екеу бердім мен. Келесі бізде тоже киім. Бізде носки, 10 носки алсам, оны подарок жүретін. Так санаймыз, конечно. Вау, шынымен күшті. Екеу, мен әртүрлісінен алдым. Так, мына жерде 20 штук емес сияқты. 4, 6, 8, 10. Короче, олар былай есептеген ғой. Штучный етіп есептеген. Цветтер күшті. Качествосын көрсетейін. Күшті ғой, құрсын қыздар. Мынадай бағаға енді күшті. Вообще күшті. Цветтер тоже күшті екен. Маған ұнады. Егер маған мұнда 10. Сізге подробно көрсетамайдым. Себебі табат көп. Сол себепті. Келесі бізде қызыма планшет. Да, бұны шая. Бұл простой планшет. Сурет салған. Вау! Так, ожидание женность па или экранда бірдеңе болған ба? Мен түсінбедім. Давайте көрейік. Так, енді қалай кетеді? Сайтта қарағанда, осылай жазасын, ең басқанда ол кету керек болған. В общем, может... Кілтеп қойып тұған, мына жеріне кілт бар екен. Күшті. Так, енді менің логиным. Так, Сағынова. Ерке. Бұл менің Инстаграм парақшам. Күшті. Қыздар күшті. Маған прям ұнады. Мен беретін бағам 10-10. Күшті екен. Қыздар каналға тіркеліп, сосын лайк басып, и комментарийға Каспи номерімізді қалдырамыз. Келесі видеода мен ақшалай сыйлық ойнатам. Давайте, қыздар, активны болайық сол үшін. Келесі басып. Күшті заттар. Качествосы да, бағасы да қатты ұнап жатыр. Мынау мен қызыма берген сумка. Жаныма, мамама күнде сумка бер. Мен мынаны подаркеге салған жоқ. Мен өзім мынаны плюс заказға бердім. Қараңдар, упаковкасы қалай күшті. Көрдіңдер ма? Так. Вау, күшті. Мен қызым үлкен емес, 2,5 жаста, 3-ке енді толады. Сол үшін осындай сумка, оған кішкентай сумка жарайды. Іштерін қараңдар, күшті. Так. Көрсетейін де сіздерге. Мынау бар ғой, кстати, андай жанатын бар ғой. Далада кетіп жатқанда қараңғыда жанып тұратын цвет. Күшті ғой? Қараңдар, күшті, прям качествосы. Мынадай тігіз. Бұндай бағаға бұл нормально. И бұны былай қоямыз. Әжеме себебіміз. Өзінде тұр екен де. Ретінде. Қараңдар, күшті. Қатты ұнады, сумка күшті екен.
Келесі бізде мен примерно біліп тұрмын. Бұны мен қызыма бердім тоже. Туфли. Қызым үлкен қазақта өзінше туфли кигісі келеді. Та-дам! Күшті. Прям күшті, мама. Мен качествосы мындай болады деп ойлаған жоқпын, енді тау. Мама, қыздар қараңдаршы, күшті ғой. Ой. Так, күшті да? Цветі деді. Мими. Қараңдар күшті. Енді барам екен, мен үлкен размер болып қойған жоқпын бекен. Күшті екен, таваны, тігістері, бәрі күшті. Мағынады. Келесі посылка бізде киім болу керек тоже. Бірақ қандай киім білмей тұрмын. Себебі бұл посылкалар 2 түрлі каргодан келді. Вау, бұл дейтін менің. Лосины. Я. Жоқ, колготки. Взрослый колготки. Мына қара, ішін қара. Не ғой, начеспен ғой. Күшті. Күшті, күшті, күшті. Мен беретін бағам наған. Онда он, мынау да сондай. Күшті еще орағанда да әдемі етіп алып жүрген ғой, от души. Күшті. Ұнады маған қатты. Бағасын жазып қалдырып кетемін. Келесін ашайық. Қыздар, видеоны тоқтатып, лайк басып, тіркеліп, астына Каспи номер қалдырып кетіңіздер. Сіздерді ақшалай сыйлықтан қуантатын боламын. Келесі видео. Мен қызыма берген тапочки. Давайте ашайық. Бәрін қызына бере береді дейсің. Просто қызым недавно садикке барды, сол себепті. Так, мына кішкентай жіптері бар екен. Жоқ, алынады екен. Вау, күшті. Күшті. Качествосын қараңдар. Күшті. Таваны, қалыңдығы, тігістері. Прям күшті. Мынау бір нәрсе. Мына қараңдар. Күшті. Мына жерін ойламаңдар. Ашық деп. Мынау тігіспен тігілген. Күшті екен, қыздар. Ұнады ма? Келесі посылка бізде көрейік. Жыртып ашқан жақсы көремін. Бірақ видеоға әдемі болу үшін қию керек бар. Мен мұндай нәски көрдім бе, не қалың нәски. Сайттан көріп аламын, мен точно ұмытып қалдым. Қалыңдап қараңдар, мама. Күшті ғой? Күшті ғой мына, мұндай бағаға күшті ғой мына. Қалың нәски, мамки, күшті. Так, мына жерде 5 пара, мына жерде 5 пара, общий 10. Так, мынау да тура сол. Мама, если мынау подарки салып жүрген болса, онда мен қатты қуанып қаламын. Просто мен ұмытып қалып тұрмын. Үшін 5 штук бердім ба, 10 штук бердім ба. Күшті. Ұнады ма? Мен бағам онда 10. Мынаны қараңдар, прям қалыңдығын былай жақыннан көрсетейін. Қалың міне. Күшті. Ішін. Күшті ғой да. Ұнады. Молодцы. Келесі. Бізде мен біліп тұрмын бұны. Бұл біздің көптен күткен осенний етік. Күте-күте зимний етік киіп кеттік. Вау. Мама, қыздар. Бірден ұнап тұр мына етік. Уже сыртынан ашқанда көріп тұрмын бар ғой. Қандай качество екен. Қараңдар. Ішінде меқты көрінер ма? Күшті. Былай көрсетейінші. Самені қара. Тігіс бер. Идеально ғой. Бұндай баға вообще супер. Қатты ұнап тұр. Күшті. Ұнады. Күшті. Келесі бізде бұны да біліп тұрмын. Бұл көйлек. Посылканы көп күтесің ғой. Сонда ұмытпайсың. Не зат берген. Бұл менің сестренкама берген заказым. Қараңдар. Қандай күшті. Так. Ну, короче, отдельно болып тұр ғой. Көйлек. Мынадай. И сыртында мынадай кожаный несі бар. Материал күшті екен. В общем, мына жерге қазір қалдырам, сайтта бағасы несі, фотосы қалай тұратын. Күшті болып еді ғой, короче. Күшті да? Ұнады.
Мен көрсетіп жіберейін шамалы. В общем, мына кигенде әдемі болып тұрады. Келесі бізде киім болу керек тоже. Мынау джинсовый комбез. Бұны мен біреуін сатуға, біреуін қызыма, біреуін ашып көрсетейін. Қызыма алғанымды. Қыздар, қараңдар. Мынау качествосын қараңдар. Күшті. Маған қатты ұнады. Мен беретін бағам онда ол. Бұның бағасын сайтта жазып кетемін. Тек мына мен қызыма үлкен ба деп ойлап тұрмын. Или бұл модысы сондай. Келесі бізде бұл не екен? Көріп жүрейік. Вау! Так. Вау деймін, бірақ бұл не екен? Бұл көйлек қой, айтпаш көйлек. Бұл қызыма. Мен қызым көйлек жақсы көреді. Жаным. Күшті. Мынау қараңдар. Күшті. Мына ілгегі бар. Қараңдар, качествосын көрсетейін. Күшті де. Мынай материалын қара. Қалай тігілген әдемі. Так, бұл двойка. Андай обманка түрі емес. Ішінен рубашкасы. Тоже сайтта фотосын қалдырып кетемін. Мына жерде мен бутикте олай түсіре алмай жатырмын. Күшті ғой да, мынау. Материалын қараңдар. Хаба кәдімгідей. Хлоп қой, күшті ғой. Да. Мындай күшті емес. Мына короче кетті сарафан. Күшті, маған қатты ұнады. Осымен біздің посылкамыз аяқталды. Қыздар, видеоға лайк басып, астына Каспи номер қалдырып кетеміз. Міндетті түрде YouTube каналға тіркелу керек. Келесі видеода, келесі распаковканың арасында мен 3 адамға ақшалай сыйлық ойнатамын.